Сәлем достар, бүгін мен кілемшенің басқа түрін тігіп көрсеткім келіп отыр сіздерге. Мынау әр қазақтың үйінде осындай орамалдар толып жатыр, осыны ешкім де тақпайды. Бірақ тойға барғанда әйтеуір осындай таратып жатады жыртыс ретінде. Бұлар үйде жатады толып, менде де толып қалған. Бір орамалдан мінекей төртеуі шықты. Мынадай орамал осындайлар да көп. Кешегі мінекей көне простыня, мынау штапель, мынау простыня, мынау мінекей орамал, мынау тағы осындай бір көк орамал. Тоже бұдан төртеуі шықты. Және де мен бүгін бұны басқаша күндегідей қиғаш сызықпен емес, астына осындай синтепон жасап, ол синтепонды осылай алды артына мата салып, осылай. Енді күндегідей қиғаш емес, басқаша сызып, басқаша жасап көрейін деп отырмын. Бұл осындай алып синтепон салып жасаса, өте мықты әрі әдемі жақсы көрінеді екен. Мен бұны, әрине бұны үлкендеу кілемше қылып жасауға болады. Мен сонда да әуелі бұрын синтепонмен жасап көрмегесін, осын жасап көремін. Видеоны аяғына дейін тыңдаңыз, не болып шығатынын бірге қарайық. Осылай сырып алдым, былай кетпеу үшін матам. Және де осылай сызып алдым. Ортасын төртбұрыш қылып, сосын жан жағына қараймын. Мынау былай қарап тұр, мынау былай қарап тұр. Осындай қылып қадап алдым. Мынау үстіне біреу, екеу, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12 болыпты. Мінекей, бәрін де тігіп болдым. Ортасы осындай болды. Енді жайлап осыны қиямын, қиған соң көрсетемін. Және айналасын окантовка жасаймын. Мінекей, мен тігіп болдым, қидым. Мынау міне арты. Енді қазір мен сіздерге окантовка жасағаннан кейін, тарағаннан кейін көрсетем. Әлі бұны тарағаным жоқ. Орындыққа төсенішіміз де дайын болды. Өз жұмысыма көңілім толды. Өте әдемі болып шықты. Мынау сол ішіндегі қосылған маталардың ішіндегі, біздер енді бұрын газби дейтін едік. Сол газби орамалдан окантовкасын жасадым. Синтепонмен жасағасын өте қалың, әдемі болып шықты. Және де мынаны осылай төртбұрышты қылып жасадым. Көріп отырған шығарсыз. Мысалға, мынау кешегі, бұны тек жаппай бәрін осындай қиғаш қылдым. Мына жасағаным да сондай қиғаш қылдым. Бұл қалай болса да әдемі болып тұрады екен. Қиғаш болса да, осындай болса да. Бұлар енді бар ғой, шелковый кілем бар ғой, сондай сияқты. Шыныменен шелк. Ұстағанда өте жұмсақ, әдемі жасауға тұрады екен. Үйдегі қалған құтқан орамалдарыңыз болса, киілмей жатқан орамалдар, тағылмай жатқан. Тіпті ендігі видеода мен сізге джинсыдан жасап көрсетемін. Үйдегі қалған құтқан джинсылар бар ғой, уже көне джинсылар. Олардан да өте жақсы болып шығады екен. Джинсы жақсы махрица етеді екен. Сол джинсыдан әртүрлі осындай өрнек салып, мысалға, мынаны енді осылай қылып жасасам, оны да басқаша қылып жасап көрсетемін сіздерге. Және де осындай техника синельге негізінде долевой матадан істеу керек деп айтады. Долевой мата дегені, мысалға, матаның ені, міне, ені осылай тұру керек, сонда 45 градус осылай қиғаш
сызған жақсы деп айтады. Ал енді кейбір маталардың, мысалға қиық маталардан бұлардың енін қайдан табамыз? Долевая нить дейді, соны қайдан табамыз? Оны былай табуға болады. Мысалға, былай бүйтіп ұстасаңыз, мата тартылады. Бұл уже долевой емес. Ал егер де матаны былай бүйткенде тартылмайды. Мысалға міне, тартылып тұр. Бүйткенде тартылмайды екен. Соны сөйтіп білуге болады. Көрдіңіз ба? Прям тартылып тұр бүйтіп та. А былай қылсаң тартылмайды екен. Содан білуге болады енін. Сол каждый матаның осындай ені болады ғой. Сол ені долевая нить дейді. Соны осылай қою керек екен бәрінде. Және де тағы бір айта кететін жағдай, толық осындай сплошной бір мата болу емес, міндетті емес. Мысалға, сіздің осы мынадай матаңыз осындай ғана болып мынадайға жетпей тұрса, сіз мынандай қылып жағдай құрастырып жасай бере аласыз. Осылай қылып бір-бірінің үстіне сала бере аласыз. Ең бастысы долевая нить болу керек дейді. Бірақ енді ол солай айтылады интернетте. Бірақ кейбір маталардың тіпті долевая нитін таба алмайсың. Мысалға, мына мата былай да тартылмайды, былай да созылмайды. Бұны тек енінен ғана білу керек. Сонда бұл қай жағынан болса да маған былай махнитсе ететін сияқты. Мысалға, былай да шығады, жібі былай да шығады. Болды сонымен, достар. Мен енді осындайдан үлкендеу кілемше жасаған болатынына көзім жетті. Бірақ мынадай жұқа орамалдардан, кілең жұқа орамалдардан жасап қажет жоқ екен. Арасында бәрібір простой матасы көптеу болған екен. Көптеу болған жақсы екен, менің түсінгенім. Ендігі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Тағы да не көрсету керек, соны айтыңыздар. Түсінбеген жерлер болса сұраңыздар, жауап беремін. Қандай әдемі, қараңызшы. Осылардың бәрі қалдық маталардан. Және де бір жақсысы осындай көне простыньдардан өте жақсы болады екен.